Бір күні Жұман тағы да бір себепсіз боқтаған соң Жамал шыдай алмай: «Мені өлтіретін болсаң бір жола өлтір, әйтпесе өзі күйіп жүрген жанымды күйдірме», деді. Жұман мына сөзді ести салып: «Иә, сенің сүйіп болған байыңның күйігі басылмай жүр екен ғой. Мен сенің күйігіңді басайын», деп сол жерде тұра салып кеудеге тепкілеп Жамалды талдырып тастады. Бұлардың үстіне Жұманның шешесі келіп айырып алып, Жұманды ұрсып: «Енді сен кісі өлтіремісің?» деп үйден шығарып жіберді. Жамал бір сағаттан кейін есін жиған соң ақырғы ақылын жиып: «Мен бүйтіп жүріп тіршілік қыла алмайды екенмін. Мұнанда бұл иттің қолынан өлгенше басқа жаққа кетіп өлейін» деп ойлады. Жамалдың бармақшы болып ойлағаны қаладағы Фатихолла бай еді. Әйтеуір, онда жетсем, біреудің самаурынын қайнатып, қызметін қылсам да қор болып халық көзіне көрінбес едім деп, осылай ойлап жүргенде күн де батып түн болып ел де жатты. Жамалдың бұл ойлағанына қарай осы түні Байжанның ерттеулі аты таң асып